Қайырлы күн қымбатты көрермен, сіздермен Дидарбек KZ ақпараттық порталының сұхбат айдары. Кезекті қонағымыз Еңбекші ауданының әкімі Досбол Күздікбайұлы Есілбек. Досбол Күздікбайұлы, сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Ең алғашқы сауалымыз, ауданда 230 мыңға жуық тұрғын бар. Осы тұрғындар үшін әкімдікте 44 штатты қызметкер бар. Осынша қызметкермен аудан көлеміндегі тұрғындардың мәселелерін қалай шешіп жатсыздар? Үлгеріп жатсыздар ма? Енді жалпы аудан бойынша ақпарат бере кетейік. Жалпы ауданда 230 мыңнан аса тұрғындар бар. 29 тұрғын алаптары мен елді мекендер, 283 көпқабатты тұрғын үй, 37 мыңнан аса жеке тұрғын үйлер орналасқан. Мына ауданда 44 мемлекеттік қызметкерлер жұмыс атқарады. Енді әр нәрсенің өз жұмыстың жүйесіне байланысты және жоспарына байланысты жоспарласақ, бәр нәрсені үлгеруге болады. Әр нәрсе. Енді біздің өзіміз даму жоспарларымыз бар. Әр жылғы 5 жыл жоспарымыз болды. Ол бойынша да жұмыстар атқарылып жатыр. Алдағы Қазақстанда даму жоспарлары сәйкес ауданның негізгі инфрақұрылым даму бойынша жоспар бекітілген. Сол жоспарға сәйкес әр маман өзінің саласы бойынша жұмыстар атқаруда. Енді халыққа бірінші не керек? Халыққа жайлы орта керек, инфрақұрылым керек. Олар бойынша айтқандай біз даму көрсеткішіміз арқылы әр сала кезең-кезеңге бөлініп, жылдарға бөлініп, Қазақстанда жұмыстар атқарылуда. Енді арғайда айта кетейін, жалпы ауыз сумен бізде Қазақстанда 97%-ға қамтылған, қалған 3% қамтылмаған бізде жаңғырту аумақтар. Шалғай елді мекендегі бізде оңтүстік жаңғырту деген, бұл жерде 1000-ға жуық учаскелер берілген, Қазақстанда 16-ға жуық тұрғындар тұруда. Осы сақта елді мекенде бізде қалып тұрғаны, одан бөлек электр жарығы келетін болсақ 99-да 8%-ға қамтылып отыр. Қалған 2% бізде жаңғырту аумақтарында. Қалған бізде одан бөлек оңтүстік жарық транзит мекемесінің балансындағы ескі бағаналарды ауыстыру бар. Оларда Қазақстанда инвестиция жоба аясында жұмыстарын 2027 жылға дейін жоспарға енгізілген. Сол жоспарға сәйкес Қазақстанда өзінің жұмыстар атқаруда. Ескі бағаналарды ауыстырып, жаңа сеп кабель трансформаторларды жаңарту жұмыстар жүруде. Кезең-кезеңге байланысты. Одан бөлек те Қазақстанда біздегі Қаратау ауданынан қосылған Испежап тұрғын алаптары бар. Бұл аумақта кезіндегі ескі жекенің балансындағы бағаналар әлі бар. Олар бойынша жоспар бекітіліп, Қазақстанда мердігер мекеме анықталды. Осы ағымдағы жылы осы ескі бағаналардың бәрін ауыстыруға жұмыс атқаратын болады. Енді арғайда айтатын болсақ, табиғи газға келетін болсақ, ауданымызда Қазақстанда орталықтан табиғи газға қосылған 92-де 4%-ға қамтылып отыр. Бізде қамтылмаған 7-де 6%. Біздегі шалғай елді мекендегі Қарабастау жаңғыртысында, Жұлдыздың жаңғыртысы аумақтары, Жалын, Қаратөбе аумақтарындағы елді мекендер орналасқан. Олар бойынша да 2024-те жұмыстар басталды. Ағымдағы жылы өтпелі. Биыл 2024-те екі елді мекен Қаратөбе оңтүстік шағын ауданында екі елді мекендегі табиғи газдың құрылысы толық аяқталып, тұрғындардың пайдалануына берілді. Ағымдағы жылға Жұлдыз, Жалын, Қарабастау осы елді мекенде табиғи газдың құрылыстарын аяқталып, тұрғындарға сапалы табиғи газ беру жоспарымыз енгізіп отыр. Енді одан бөлек бізде жаңғырту аумақтары бар. 2026-27 жылдың жұмыс жоспарына енгізіліп отыр. Жобалық смета құжаттама әзірлеу, қаржы бөлдіру бойынша да. Енді электр жарығында жаңа айтып кеттім. Одан бөлек біздің Алма Оразбаевада жаңа айтқандай ескі бағаналар орналасқан. Олар бойынша да қаржысы қаралды. Қазір мердігер мекеме анықталып қойды. Испежаппен бірге қосып айтып кетсек те болады. Қаржы жүйесіне келетін болсақ, бізде жалпы ауданда жаңа 29 елді мекен алатын болсақ, 41% ғана Қазақстанда қаржы жүйесіне қосылған. Біздегі негізгі шалғай елді мекендер, аумақтар, оларға қарыз тарту жұмыстарын білесіз, ол үлкен шығынға келеді қаржыға. Содан байланысты қазір кезең-кезеңге бәрін қойылған. Бізде ұлағат деген бір өзекті мәселеміз бар. Елді мекенде, ұлағат елді мекенде 2020 жылдан бастап қаржы жүйесін тартқан Әлемстрой бір жауапкершіліктер серіктестігі. Ол жұмыстарда кезінде көп кемшіліктер анықталып, Қазақстанда бұл жерге сотқа тергеу жұмыстарын жүргізеді. Қазақстанда осы жұмыс толық аяқталмаған. Біздің ең негізгі өзекті мәселеміз осы ұлағат шағын аудандағы мәселелер, именно қаржы жүйесі. Бұл жерде Қазақстанда айтқанда жаңа тергеудің нәтижесі шыққаннан кейін
нақты шешім қабылданады. Одан кейін бар ұлағаттың кәріз жүйесінің нақты шешімдер қалай атқаратыны анықталатын болады. Қазақстанда біз оған қарамай транспорт басқармасы тарапынан бірлесе отырып осы ұлағаттағы жалпы 50 көшенің әр көшеге талдау жұмыстарын апта сайын жүргіземіз. Қай жерде ойылып жатқаны болсын, ашық тұрған құдықшыларымыздың отырып қалғаны бәрін талдау жұмыстарын жүргізіп, біздің объект деп айтамыз жаңағы мекемеміз сол тарапынан да кемшіліктерді анықталған кемшіліктерді жойып жатыр. Одан бөлек жаңағы транспорт басқармасы тарапынан 2024 жылы 16 көшенің асфальттау жұмыстарын жүргіздік. Негізгі кәріз жүйесі жүргізілген. Энергетика басқармасы тарапынан зерттеу жұмыстарын жүргізіп, талапқа сәйкес болған жерлерде біз Қазақстанда асфальт қабаттарын төсеуге жұмыс атқарып жатырмыз. Ағымдағы жылға да бізде 16 көше тағы да қосымша бар. Тағы да қалған көшелерде қазір зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сметалық құжаттамасы әзірленуде. Ең кәріз жүйесіне келетін болса, осы ұлағат шағынаудандағы мәселе бізде өзекті. Енді негізгі ойықтың кәріз жүйесінің шешілгені біздегі жұлдыз тұрғын алабында 20-дан аса екі этажды біздегі тұрғын үйлер бар. Соларды қанша жылдан бері кәріз жүйесі шешілмеген. Қазақстанда ол 1132 абонент. Қазақстанда ойықта да халық деген 260-тан аса абонент. Бұл бойынша да кәріз жүйесі толық жүргізіліп, тұрғындардың пайдалануына берілді. Бұл енді оң шешім табылды. Қалған мәселелер кезең-кезеңге қойылып отыр. Жолға келетін болсақ, жалпы ауданда 732 шақырымды құрайтын жолдарымыз бар, 728 көше. Оның қабатына келетін болсақ, 575 шақырым асфальттанған. Шағал тасымыз жаңғыр салмақтар, 145 шақырымы бізде шағал тас, 11 шақырымы бізде топырақ жолдар. Жаңа айтқанда оңтүстік жаңғырыстың жаңа елді мекендер, ол жерде бос учаскелер. Осы елді мекендерге әр көшені бізді талдау жұмыстарын жүргіздік. Нәтижесі де кезең-кезеңге қойдық. Енді атап айтатын болса, 2022-де 132 көшені асфальттанды, 23-те 73 көшені, 24-те 78, ағымдағы жылы 84 көшені асфальттау жоспары енгізіп отыр. Одан да бөлек қалған көшелерді қазір тағы да нақтылап зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Жұмыс жоспары енгізіліп отыр. Енді өзіңізге белгілі, жаңа айтқандай, жаңғырту салмақтарында ғана біздегі кезең-кезең қойылды. 2026-27-ге. Себебі ауыз суды, табиғи газды тартып болғаннан кейін барып біз асфальт қабаттарын төсейтін боламыз. Қалған осы инфрақұрылым толық аяқталған көшелерді ағымдағы жылы жоспарға енгізіліп отыр. Енді осыны ары қарай жалғастыра кетейік. Аяқ жол мәселесі бойынша тротуар деп айтамыз. Бұл бойынша да Қазақстанда ауданда 192 көшеде 246 шақырым құрайтын аяқ жолдарымыз бар. Онда біз әр көшені талдау, зерделеу жұмыстарын жүргіздік. Оның ішінде 51 көшесі аяқ жол қайта жаңғырту, қайта жөндеу қажет талап етеді. Енді бұл бойынша да кезең-кезеңге қойдық. 2024-те 23 көшені аяқ жолдар салынып, тұрғындардың пайдалануына берді. Ағымдағы жылда 15 шақырым құрайтын аяқ жолға қаржысы қаралды. Бұл бойынша қазір мердігер мекеме анықталып, мердігер мекеме қазір конкурста тұр. Анықталғаннан кейін бұл бойынша да қазір аяқ жол салып, тұрғындардың пайдалануына беретін болады. Енді одан да бөлек тағы бір айтатын, қала басшысының өзінің қолдауымен Қазақстанда көше жарықтандырылымына қаржысын бөліп, мердігер мекеме анықталып, 2024-тен бері қарқын алып отыр. Атап айтатын болсақ, жаңа айтқанда бізде 728 көше болатын болса, оның 117 көшесі ғана жарықтандырылған 2024-ге дейін. 24 жылы бізге 244 көшеге қаржысы қаралып, тұрғындардың құрылыс жұмыстары жүргізіп, бағана тарту, жарықтандыру жұмыстары жүргізіп, тұрғындардың пайдалануына берілді. Бұл жұмыстарда да ағымдағы жылы жалғасын тапты. Енді ағымдағы жылы 367 көшені жарықтандыру жоспарға енгізіліп отыр. Енді бүгінгі осы 2 айдың көлемінде 150-ден аса көше уже жарықтандырылды. Тұрғындардың пайдалануына берілді. Бұл жұмыстарда жыл қорытындысымен толық аяқтау жоспарға енгізіліп отыр. Енді өздеріңізге белгілі, ауа райына байланысты көктем күздің мезгілдерінде нөсер жаңбырда су көлдеу, су жиналатын аумақтары бар. 2021 жылы бізде жалпы зерделеу жұмыстарын жүргізіп, 57 мекенжай анықталған. Оны да кезең-кезеңге бөлініп, 57 мекенжай 2024 жылға дейін толық ирригация арықтар,
колодец дейміз, септер орнатылып, тұрғындардың пайдалануына берілді. Су көлдеу жолдарын алдын алды. Бұл жұмыстарды тағы да жалғасын табуда. Өздеріңіз белгілі, жылдан жылға тозуы бар, басқа бар. Тағы да 20 көше қосылып отыр. Ағымдағы жылы 20 көшеге ирригация арықтар салу жоспары енгізіліп отыр. Олар бойынша Қазақстанда мерзімді мекеме бар. Жыл қорытындысымен осы 20 мекен жайды аяқтау жоспары енгізілді. Құрметті әкім мырза, келесі сауал. Өзіміз де білеміз, мына әлеуметтік желіде өзіңіз өте белсендісіз. Әлеуметтік желіде тұрғындармен етене байланыс орнатқансыз. Оған өзіміз куә болып жүрміз. Осы ретте әлеуметтік желіде және де өзіңіздің қоғамдық қабылдауыңызға келген тұрғындардың ең өзекті көтеретін мәселелері қандай? Оны шешу жолдары қандай деңгейде жүріп жатыр қазір? Нақты бір 3 мәселеге тоқталып кетсек. Енді өздеріңіз белгілі, президент бізде айтып отыр, халықпен ашық болу керек. Соған байланысты кіргеннен бастап ашық акимат, ашық есіктен бастап бәрін орнатқанбыз. Әлеуметтік желіге де байқайсыз, Қазақстанда заман талабына сәйкес көп сұрақтарды келмей-ақ әлеуметтік желіге де береді. Оған да біз кері байланыс орнату бойынша да арнайы жұмыстар атқарып жатыр. Қандай бір сұрақ түссе де заң талаптарына сәйкес жауап беру. Одан бөлек байқасаңыз, әр ел мекенге міндетті түрде көшпелі жиын өткіземіз. Халықтың арасында қандай мәселе көтерсе, сол жерге барып, қандай мәселені сол басына тұрып шешу жолдан қараймыз. Енді нақты халықтың негізі сұрайтындары, енді жаңа айттым ғой, ауыл инфрақұрылым мәселесі бойынша нақты халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізген, ол мәселе белгілі. Енді арасында шағалта төсеу, бір кішкене көшеде қалып кетуі деген сияқты мәселелер бойынша да шығады. Көшені жарықтандыру бойынша да, одан бөлек балалардың алаңшасын орнату бойынша да ұсыныстар түсіп отыр. Олар бойынша нақты жауаптарымен орындауға, бақылауға алып, орындап тұрғындардың өтініштері орындалып отыр. Міндетті түрде келу міндетті емес. Жақсы. Әлеуметтік желінің бәрі ашық тұр. Инстаграмымызда, мен өзім жеке парақшамда қандай ұсыныс пікірлер білдіретін болса, кері байланыс орнатуға дайынбыз. Жақсы, керемет. Осы ретте, осындай кездесулерде өзіңіздің құзыретіңізге кірмейтін мәселелер, тұстар болса, қалай шешіп жатсыздар оны? Аудан болған екен, аудан әкімі ретінде қандай мәселе менің мәселем емес деп айтамын. Қандай сала болсын, заң талаптарына сәйкес сол мәселені халыққа бір түсіндіру жұмыстарында жүргіземіз. Осындай мәселеге заңдық ұсыныс өтініштер беруге мүмкіншіліктері бар екен. Қажет болатын болса, сол басқарма или мекемелерді сол халықтың өзекті мәселесі болатын болса, сол басын жинауға да, жинап халықтың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге де жұмыс атқарамыз. Енді былай айтқанда, менікі сенікі деген нәрсе жоқ. Аудан болғаннан кейін бәріне жауап береміз. Жақсы. Мынау қала басшысы Ғабит Әбдімәжитұлы әкім болып келгелі 1 жылға таяп уақыт болып қалды. Осы уақыт аралығында қала басшысының сізге ауданға қатысты берген нақты тапсырмалары қандай болды? Олар жүзеге асып жатыр ма қазір? Иә. Өздеріңіз белгілі, мына ауданның бірінші айттым, бірінші негізгі халықтың жағдайы, жайлы орта қалыптастыру. Енді ол берген тапсырма орындалды. Халықтың қандай мәселесін бәрі күнделікті есебінде, бәрі берілуде. Енді нақты айтатын болса, осы жаңа баяндады айтып жатырмын. Халықтың инфрақұрылымы, ауыз суы, газы, электр жарығы үнемдеп уақытысында халыққа жетіп отыру керек. Халықтың сапалы осы инфрақұрылым, осы ауыз су мәселесі бар жететін болса, ол мәселе жұмыстар атқарылады деген сөз. Іске сәт. Келесі сауалымыз, мынау бізде қаламызда ең жақсы жобалардың бірі бар. Ол халық қатысатын бюджет жобасы. Осы ретте мен білуімше ең белсенді қатысатын осы Еңбекші аудан тұрғындары. Осы ауданда қанша аула абаттандырылып, қанша аулада балалар ойын алаңшалары салынып кетті. Алда тағы да қанша аула бізді осындай қуанышпен күтіп отыр. Жобаның аты айтып тұр, халық қатысатын бюджет жобасы аясында. Халықтың ұсыныс пікірлерінің нәтижесінде бұл жоба іске асатын. Бұл жоба президенттің жобасы. Президентіміз айтқандай, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтқандай, халық өзіне не керек? Жаңа ауласын абаттандыру қажет па? Спорт алаңшасы қажет па? Тренажер, воркаут, болмаса жаңағыдай аяқ жол салу керек қажет па? Жарықтандыру қандай мәселе болатын болса да, осы талапқа сәйкес ұсыныстарын берсін. Қазір бұл жұмыстар 2021-ден бастап бізде қарқын алуда. Тұрғындардың айтқанда активность дейміз ғой, активность жақсы, ұсыныс пікірлерін бәрі түсуде. Өздеріне не қажет екенін бәрін бізге электронды түрде бізге ұсыныстар беруде. Нәтижесінде осы 2021-ден бастап Қазақстанда да
үлкен жобалар іске асуда. Енді бір 23-тен бері айта берейін енді. 23-ші жылы 132 ауланы абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Енді бізде мына жартысы өзі Әл-Фараби ауданына өтті, енді қалған сояққа кетті аулалардың біразы. Енді нақты айтатын болса 35 көпқабатты тұрғын үйдің ауласы мен 4 жеке секторды аулаларын абаттандыру, балалар алаңшасын салу, спорт алаңшасын салу тұрғындарын пайдалана берді. Енді 2024 жылғы да осы жоба аясында 43 жоба іске асты. Жұмыстардың бәрі толық жыл қорытындысымен аяқталып, тұрғындардың пайдалана берді. Бұл жоба жаңа айтқанда өзі халықтың өзі активный, бәрі жақсы түсінді. Сол бойынша да ағымдағы жылда Қазақстанда 46 жобаға ұсыныс берілді. Бұл бойынша да 46 жобаны біз жыл қорытындысымен зерделеу жұмыстарын бәрін жүргізіп, тұрғындардың ұсыныс пікірлері қабылданды. Қазір қаржысы да қаралып, мемлекет сатып алып конкурста тұр қазір. Негізінде 100-ден аса ұсыныс пікірлер түскен. Оның ішінде осы жобаға сәйкестігі, жаңа айтқандай, балалардың ауласын абаттандыру, аяқ жол, жарықтандыру мәселелері бойынша жоба іске асады. Сол талапқа сәйкес жобалар іске асып, қаржысы Қазақстанда бөлінді. Енді бұл жерде де негізі айта кететіні, жаңа балалар алаңшасын ұсыныс беретін болса, бірінші ұсыныстан кейін біз ұсынған жер бар көреміз. Ол жер бос па, или бос емес па, балалардың қауіпсіздігінің алдын алуға бола ма ол жерде, қандай бір қауіп жоқ па деген сияқты мәселені бәрін қараймыз. Олардың бәрін алдын алғаннан кейін барып, және қауіпсіздігінің бәрін алдын алсақ, жер бос болатын болса, біз осы жоба арқылы жерді өзімізге рәсімдейміз. Акиматтың атына, әкімшіліктің атына. Одан кейін барып ұсынысқа сметалық құжаттама әзірлеу, қаржысын бөлдіруге жұмыс атқарылады. Биыл да осы 1 наурызға дейін жоба іске ашылды, электрон түрде. Тұрғындардың ұсыныс пікірлері түсті. Жалпы 100-ге жақын ұсыныс пікірлері бар бізде қазір. Керемет. Келесі сауалымыз, ауданда жұмыстардың бір белгілі бір тармақтары демеушілер есебінен демеушілермен бітіп жатады. Осы ретте аудандағы демеушілердің белсенділігі қандай? Алда тағы да бірқатар жобаларды, жұмыстарды жүзеге асыру ойларыңызда бар ма? Дұрыс айтасыз. Бізде ауданда еңбекші ауданның өзі өндірістік аудан. Айтқанда үлкен өндірісте, үлкен кәсіп нысандарда еңбекші ауданда орналасқан. Бұл кәсіпкерлерде өзінің тұрғылықты тұрғындарға, осы еңбекші ауданның халқына және де жанашыры ол өзінің демеушілігін жасауға әрдайым дайын. Енді бір-екі мысал ретінде айтып бере жатсам болады. Базар ақпа тұрғын алабында сайт деген ағамыз өзінің жеке қаржысынан халықтың жүретін үлкен көпір соқты. Автокөлік өтетін, аяқ жол өтетін. Тек өз соғып тұрғындарын пайдалана беріп отыр. Бір мысал ретінде. Одан бөлек өздеріңізге осы жақында айтатын қала басшысының өзінің тікелей тапсырмасына да сәйкес жайлы орта қалыптастыру бойынша да біраз жұмыстар атқарылып отыр. Бадам өзенінің Майтасынан өтетін асфальт көпір бар. Енді қыл көпір деп айтқан басқа көпір. Сол көпірдің орнында да демеушілер тарапынан үлкен адам өтетін жақсы көпір салынып, тұрғындардың пайдалана берілді. Жанын абаттандырып, балалар алаңшасына соғып беріп отыр. Одан бөлек өздеріңізге белгілі Кабиско деп айтып кеткен, Жібек жолы мен Сайрам көшесінің қиылысындағы бұның жабайы сауда болған, енді былай айтқанда енді санитарлық талаптарға сәйкес емес орындар болған. Олар бойынша да заң талаптарына сәйкес бәрі жерлер сүріліп, қазіргі таңда демеушілердің тарапынан бір гүлзар дейміз, демалыс орны соғылып, тұрғындар пайдаланып беріп отыр. Осы жақтар жұмыстар көп, жұмыстар жеке атап өтсем біраз жұмыстар бар. Енді әр кәсіпкерде жеке атын айтпауға да ұсыныс білдіреді. Одан бөлек мұқтаж азаматтары бар. Енді халық болғаннан кейін оларға да кәсіпкерлер тарапынан өзінің демеушілігін білдіруде. Бұл кәсіпкерлер тарапынан үлкен көмектер бізге. Керемет. Демеушілердің белсенділігі жоғалмасын, әйтеуір кішкене olsun елдің жыртығын, елдің мәселесін түзеп жүреді ғой сол кісілер. Келесі сауалымыз, мынау мемлекет басшысының бастамасымен Таза Қазақстан акциясы бастау алды. Осы ретте аудан тұрғындарының сенбілікке қатысу, ауланы таза ұстауға деген белсенділіктері қандай? Енді тікелей қала басшысында енді бірінші президентіміз жаңа айтқандай өзі Таза Қазақстан акциясы, бұл ашын акция емес, өңір ары қарай да жалғасып, тек Қазақстан емес, өзіміз аудан, көше, үйде бәрін таза ұстауға шақырып. Бұл акцияны енді бізде ауданда да атсалысып, жалпы 2024 жылы 40-тан аса сенбіліктер тұрғындармен бірлесе отырып, сенбіліктер ұйымдастырып, жастарға өзінің ауласын, көшесін күтіп ұстауға, үлкендерді, мысалы көше тазалайтын келетін болсақ, жас үлкен апалар,
соларды көрсетіп, мысалы сен тастаған қоқысыңды мына үлкен апалар алатын, мысал ретінде көрсете отырып, осы акцияны ары қарай халықты өзің қаласын бастамауға шақырды. Бұл акция жалғасын тауып, ағымдағы жылда да уже әр сенбі сайын бізде тазалық акциясы өтуде. Енді халықтың да белсенділігі бар. Енді өзінің ауласына да шығып, тазалығын, көк қоқыс тастамау деген. Бес саусақ бірдей емес, енді жанашыр емес азаматтар да бар. Олар бойынша енді заң талаптарына сәйкес жұмыстар атқарылады. Рахмет әкім мырза. Келесі сауалымыз, мынау қаламызда, ауданда маңызды рөлдерді атқаратын ол жастар. Осы ретте аудан әкімдігі мен жастар орталықтары және ардагерлермен бірлесе қандай жұмыстар атқарып жатыр? Олардың маңызды рөлдері қандай? Дұрыс айтасыз. Бізде өзіміздің ішінде мәдениет бөлімі бар. Арнайы тікелей осы жастармен де жұмыс атқарып, жастармен жылдық жоспарымыз да бар. Әр ай сайын, әр апта сайын қандай жұмыстар атқаратыны бойынша да. Енді жастар өзіміз болашақ, сол үшін жастармен тығыз байланыстымыз. Қандай жұмыс болса да осы жастарымыз қолдауда. Бірге жүріп, осы халықтың арасында түсіндіру жұмыстары болатын болса да, жастарымыз белсенді. Кішігірім айтқан таза Қазақстан акциясына да осы жастарымыз өздері белсенді танытуда. Әр сенбі сайын шығып, қаламыздың тазалығына атсалысуда. Одан бөлек көптеген іс-шаралар бар. Жастарым ішінде өнерлі жастар да бар. Әрдайым мына осы күн жылғаннан кейін біз айтқан демеушілер соққан гүлзарларымызға шығып, жастарымыз халықтың көңіл күйін көтеру бойынша да өздерінің өнерлерін көрсетуде. Неше түрлі өнерлері бар. Әні болсын, басқа болсын, халықтың алдына шығып, тегін осындай ұсыныс-пікірлермен өзінің өнерлерін көрсетіп, тұрғындардың алғыстарын алуда. Енді қарияларымызды да қалыс қалатқан жоқ. Өзіміз ардагерлермен бірлесе отырып, әр ай сайын іс-шараларымыз бар. Әр ай сайын қандай жұмыстар атқарамыз, қандай тәрбиелік жұмыстар атқарамыз. Әр мектептерге де бөліп, оған сағаттар, уақыттармен мәселесіне қаралған. Отбасының ерте жүктілік болмау мәселесінде де қалай отбасын жақсарып, қаланы сүю бойынша да осы жоспарға сәйкес жұмыстар атқарылды. Ардагерлерімізде қалыс қалатқан жоқ. Ол айтқанда активный барлық іс-шарада ардагерлеріміз жүреді. Ол кісілерге де мың алғыс. Рахмет Досбол Күздікбайұлы, рахмет әкім мырза. Алдағы жоспарларыңызға жүзеге аса берсін. Әрқашанда аудан тұрғындарымен бірге болып, аудан тұрғындарының алғысын арқалай берулеріңізге тілектеспіз. Сіздермен болған Азат Дидарбек, бізбен байланыста болыңыздар.